құрметті достар, бүгін біз қазақтың ою өрнегі және шек құрақ қосылған жастықша тігуді үйренетін боламыз. Ол үшін бізге керекті құрал сайман ол матовый велюр, ақ түсті, және бізге мынау күлгін түсті матовый велюр бұл да. Осы маталарды пайдалана отырып бізге қажетті қайшы және жылтырақ жіп, сызғыш, ручка және бізге керекті пуа клейі. Осы құрал саймандардың көмегі арқылы біз жастықшамыздың оюын, мынандай оюын тігу жолын үйренетін боламыз. Бізге ең алдымен сызғыштың көмегімен мынау ақ түсті матамызды 25 см қылып өлшеп қырқып алуымыз қажет. Дәл осылай күлгін түсімізді де қырқып аламыз, 25 см-ді. Осы күлгін түсті мынандай матамызды ақ түсте плезелинімізді кесіп алып, оны матаның теріс жағына қызып тұрған үтігімізді қойып үтіктейміз. Кеттік. Бізде осы жабысып тұрған неге матаға, плезелин жабыстырылған матаға мынандай оюымызды дайын ою, яғни бұны қоямыз. Бұны оюды сызу барысында негізінде мынандай сызғышымызбен оюдың дәл ортасын тауып алуымыз қажет. Оюымыз қисық шықпас үшін. Яғни былай матамызды сызып аламыз және осы сызықтардың несіне мына оюымыздың күлтешелері түйісуі қажет, яғни дәл ортасын тауып алуымызға көмек қылады. Дәл осылай біз оюымызды сызып алуымыз қажет. Бізде сызылған оюдан мынандай оюдың іші және оюдың сырты шықты. Яғни бұл дегеніміз матаны үнемдеу мақсатында біз оюдың сыртын да ысырапшылықпен тастамауға, бұны да бір жағы жастықшамыздың несіне пайдалануға болады. Бізде мынандай оюдың сыртын ақ матамыздың үстіне тегістеп қойып, алдымен тегістеп қойып аламыз. Тегістей қоя отырып, бізге пуа клейдің көмегі осы жерде қажет. Пуа клейімізбен жабыстырып шығамыз. Мынау жабыстырылған оюымыз ешқандай еш жаққа жылжымайды. Пуа клейдің көмегімен бұл қаттып қалды. Ендеше біз бұны тігіске саламыз. Зигзаг тігісі машинамыздың көмегімен. Зигзаг тігісі бұда В нүктесіне қойып және екі өлшемімен зигзаг тігісін тігеміз. Зигзаг тігісін тігу барысында біз мынау жылтырақ жібімізді пайдалансақ, бұл біздің жастықшамызға әдемі әр беріп тұрады.
біздің машинамыздың шібі шығып кеткен екен. Осы оюымыз біткенше дәл осылай айналдырып зигзаг тігісімен тігіп шығаратын боламыз. Зигзаг тігісінен салып тіккен оюымыздан бізде мынандай ою шықты. Бізге дәл осындай оюдан екі бөлігі қажет. Ал бір жастықша тігу үшін екі бөлігі қажет. Енді қалған ши құрағымызды тігу жолын келесі сабағымызда үйренетін боламыз. Осымен біздің жастықшамыздың бір бөлігі дайын. Егер ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, түсінбеген жерлеріңіз болса, сұрап отыруға болады. Қош сау болыңыздар.